Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Biz sabағымызды жалғастырамыз. Өткен сабақтарда сукун, шадда және тәнуиндерді аяқтап, енді әріптердің жазылу түрлеріне көштік. Араб тіліндегі әріптер басында, ортасында және соңында әртүрлі болып жазылады. Осылардың барлығын тағы да нақтырақ түсінуіміз үшін біз міндетті түрде осы сабақтан бастап қолымызға дәптер бастауымыз керек. Және сол дәптерге, жаңа дәптерге әрбір әріптің жазылуын көшіруіміз керекпіз. Осы кезде кішкене әріптерді біз көбірек түсінетін боламыз. Енді оқимыз. Бірінші әріпіміз әлиф. Әлиф сөздің басында қызыл бояумен бояп қойған ыңғайлы етіп, басында өзінің қалпында жазылады. Әрдун, әрдун. Бәсун сөздің ортасында осылай қосылып жазылады екен. Бәсун сөздің соңында сипаты осы түрі. Робәә, робәә. Бә әрпі. Бәдәә, бәдәә. Соберо, соберо. Ортасында, басында қалай болды? Ортасында тек қана нүктесін ғана көріп ажыратуға болады екен. Яғни түрі, кейпі осылайша өзгереді. Соберо, әшәбә, әшәбә. Тәрпі. Тәрока, тәрока. Хотәмә, хотәмә. Бәхата, бәхата. Және сәрпі. Сәбәті, сәбәті. Бәсәқо, бәсәқо. Хабуса, хабуса. Байқасақ, бә, тә, сә деген әріптер жазылулары негізі бірдей. Мысалы, басында, ортасында, соңында бірдей кейіпте, пішінде жазылады да, алайда оларды тек нүктесіне қарап ажыратамыз. Яғни астында нүктесі болса бә, тәді қос нүкте үстінде, ал сә әрпінде, сақау сә әрпінде үстінде үш нүкте. Осыған қарап ажыратып отырады екенбіз. Кейін джим, хә, хо әріптері дәл солай. Қарайық. Джим әрпі, жә, роха. Бұл сөздің басындағылар. Бұл ортасында, бұл соңындағылар. Сонымен сөздің басында джим әрпі, жә, роха. Ортасында тә, жәро. Соңында нә, тәжә. Жә, роха, тәжәро, нә, тәжә. Хә әрпі дәл джим әрпінің пішінде болады. Хәбәсә, дахика, нәжәхә. Хәбәсә, дахика, нәжәхә. Хо әрпі, ол да солай. Хотәмә, сәххара, нәсәха. Хотәмә, сәххара, нәсәха. Дәл мен зәл, дәл, зәл. Ол екеуі де, яғни жазылу түрінен, кейпінен ұқсас болады. Дәл әрпі, дәхала, хәдәсә, самәдә. Дәхала, хәдәсә, самәдә. Зәл әрпі дәл солай, алайда төбесіне нүктесі болады өзіне тән. Зәхәбә, кәзибә, әхазә. Зәхәбә, кәзибә, әхазә. Ра мен зәл де солай. Ра және зә әрпі де солай бірдей. Син мен шинді де бірдей. Қазір оны көреміз. Ра, рабәтә, хәраса, сәфәра. Рабәтә, хәраса, сәфәра. Зәрпі, зәбәдун, ләзимә, кәнәзә. Зәбәдун, ләзимә, кәнәзә. Кейін син әрпі, сәмиә, ғасәқа, нәкәсә. Сәмиә, ғасәқа, нәкәсә. Шин, шәрика,
عاشر أوحش شرك عشر أوحش. Байқасақ, бұл осы жазулар Құрандағы қалай жазылады, дәл сол қосылып жазулары бізге көрсетілген. Ал осы кезге дейін біз мына сабақтарда әрбірімізге жеңіл болу үшін бөлек-бөлек келтірді. Яғни әріптерді қоспай бөлек-бөлек үйреткен еді. Ал енді кәдімгі Құранда қалай жазылып қосылып оқылады, солай бізге үйретіп жатыр. Сондықтан жаңа дәптер бастаудың маңыздылығы өте зор. Себебі, мысал қараңыздар, міне алғашқы әріптерде, яғни бәден бастап х әрпіне дейін қарап отырсақ, қосылып жазылады, яғни екінші келген әрпіне. Ал енді әлиф және дәл, зәл, ра, зәні қарайтын болса, олар қосылмайды өздерінен, яғни зә, хәбә. Яғни екінші әріп, яғни зәл әрпінен кейінгі келген әріптер оларға қосылмайды. Алайда бұл әріптер бір әріптің соңынан келсе, онда қосылып жазылады. Сондықтан сәл-сәл бұл қатты қиын емес, үйренумен болады. Көзді үйретіп алғанша көбірек оқу керек. Біз өткен сабақта айтқандағыдай, кем дегенде адам 10 немесе 15 рет оқыған дұрыс. Әсіресе енді сіздер дәптер бастайсыздар. Оған жазу керек барлығын. Осылай қатар-қатар әріптерді рет-ретімен бірінші әлифті жазып, кейін осы сөздерді көшіру керек барлығын. Жалғастырамыз. Сод әрпі. Сөздің басында сомәдә, ортасында нәсара, соңында нәқаса. Сомәдә, нәсара, нәқаса. Дод әрпі. Дод та жазылу жағынан сод сияқты, яғни қосылулары жағынан, алайда үстінде өзінің нүктесі бар. Дарабә, хадара, мәрида. Дарабә, хадара, мәрида. Та мен ва да солай. Таләбә, бәтира, бәсәта. Таләбә, бәтира, бәсәта. Ва әрпі. Захира, назама, жахаза. Захира, назама, жахаза. Айн мен ғайын да солай. Айн, алима, жаала, шабиа. Алима, жаала, шабиа. Ғайын әрпі. ғарада, сағиба, хамаға. ғарада, сағиба, хамаға. Фә мен қафта солай. Алайда фәда бір нүкте, қафта екі нүктесі бар. Үстінде фә әрпі. Фәхима, нафара, хасафа. Фәхима, нафара, хасафа. Қаф әрпі. Қасафа, қаса, сә емес, са жуаны. Қасафа, нақара, тафиқа. Қасафа, нақара, тафиқа. Кәф әрпі. Кәзиба, накаса, уфика. Келесі ләм әрпі. лаиба, құлта, басала. лаиба, құлта, басала. Мим әрпі. матара, самиа, жахама. матара, самиа, жахама. Нун әрпі. назала, صنع, لحن. نزل, صنع, لحن. واو әрпі. وجد, قوم, قوم. سهو, سهو. Бұл һә әрпі. һә тамақтың түбі кеуде біткен жермен ешқандай кедергісіз шығу керек. Сәх, сәхун, һә, хи, ху. Ихдинас, ихдинас сиратал мустақим деген, ихдинас сиратал мустақим дегендегідей. Кешіріңіздер. Келесі әрпі. һә. һәләкә, сәһәмә, вәжуһә. һәләкә, сәһәмә, вәжуһә. Я әрпі. ятама, тайрун, радия.
يتامى طير راضية. Осылайша барлық әріптердің жазылу түрлері басында, ортасында, соңында қалай жазылады, соның барлығын оқыдық. Енді сіздер жаңа дәптер бастап, және оны кем дегенде 10-15-тен қайталап, алдымен жазып шығасыздар, кейін соны сол реттік санмен қайталап оқисыздар, иншалла. Сол кезде жадыда жайлап жатталады. Енді қосымша оқып жаттығуды бірден өтіп кетейік. Сіздерге оқу үлгісін оқып береміз. Сіздер соны үйден қарап отырып, иншалла оқыңыздар. Бұны да кем дегенде 10-15 рет оқу керек барлығын. Енді бұлардың барлығы Құран кәрімде қалай жазылды, қалай келді, дәл солай. Яғни бұл оқу атқан сөздердің барлығы Құран кәрімдегі бар сөздер, Құрандағы бар сөздер. Сондықтан бұны барынша өте шамаларымыз жеткенше көп мөлшерде оқуымыз керек екен біз. Бірінші әмина, әмина, укила, укила, хажара, хажара, ясара, ясара, фаалима, фаалима, أجعل أجعل وخسر وخسر سألك سألك جسدا جسدا ولدا ولدا ملكا ملكا ثلثا ثلثا هزوا هزوا غضب غضب أحد أحد وسطا وسطا قدر قدر جبل جبل ثمن ثمن عمل عمل خوف خوف فعل فعل فضل فضل عهدا عهدا أنتم أنتم منكم منكم قمتم قمتم كنتم كنتم ولهم ولهم أمنتم أمنتم بعضهم بعضهم فويل فويل لعبتم لعبتم عليكم عليكم حلفتم حلفتم ذكرتم ذكرتم شدة астында сызық, яғни кәсіра келген. Сол себепті ذكرتم أنهم أنهم أتيت أتيت ربهم ربهم أتوك أتوك تبت تبت ثقلت ثقلت ممن ممن تطوع تطوع. Байқасақ, бірінші тә ол жіңішке дыбыс, екінші жуан әріп. Жіңішке және жуан әріп. Тә дейміз, және то. تطوع تطوع أول أول يتم يتم لكل لكل وكل وكل. Жақсы, жалғастырамыз. أشد أشد عدوا عدوا ولي ولي. бұл я әрпі соңында. تسر تسر ولكل ولكل للحق للحق يبين يبين ينزل ينزل يبدل يبدل مبشرا مبشرا يتذكر يتذكر يتعدى يتعدى عزير عزير
منذر منذر يعزب يعزب فيخرج فيخرج يدخلكم يدخلكم لعلكم لعلكم فربكم فربكم مستهم مستهم يعمر يعمر يكذب يكذب يخفف يخفف تطوع تطوع محرم محرم مسخر مسخر مصدقا مصدقا منتصر منتصر أعجمي أعجمي اتبعت اتبعت يتربصن يتربصن جنتين جنتين اتخذتم اتخذتم استكبرتم استكبرتم كذبتم كذبتم ما يضرهم ما يضرهم. Бұл мә тәрбі созылады. Алдағы сабақта оны иншалла өтеміз. تعجل تعجل تتفكر تتفكر أن يطوف أن يطوف من يتعدى من يتعدى يخلقكم يخلقكم كذكركم كذكركم مشربهم مشربهم يجرمنكم يجرمنكم تستكثر تستكثر لنتخذن لنتخذن وليتلطف وليتلطف бұл жерде фатхасы бар. ويلقون ويلقون. Міне осымен әріптердің жазылу түрлерін және қосылып жазылған кезде басында қалай, ортасында, соңында қалай жазылады екендігін өттік. Аллаға сан шүкірлер болсын. Енді осыны 10-15-тен кем дегенде қайталаңыздар. Көбірек қайталап жаттығуды бізден талап етеді. Барлық сұрақтарыңызды жеке шығып қоярсыздар. Алла тағала иншалла күш қуатымызды арттырсын, ықыласымызды реттеп, білімімізді арттырсын иншалла. Келесі сабақ бізде мәд әріптеріне қатысты. Сол сабақта көріскенше. Субханакаллахумма хамдик, нашхаду ан ла илаха илля ант, настағфирука ва натубу илейк.